Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте май болып кеткен, сауынмен ысқыласақ та кетпейтін майлықтардың жуу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге газға қоюға арналған ыдыс керек болады. Ыдысымызға салқын суды құйып, қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнағаннан кейін барлығын 3 ас қасықтан ас содасын, кір жуатын ұнтақты, сұйық майды және белизинаны қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін суымызға майлықтарымызды саламыз. Барлығы батып тұруы керек. Майлықтар салынған ыдыс 20 минуттай қайнауы керек. Астын шамалы басамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, майлықтарымыздағы майымыз шығып, жақсы болып ағарып жатыр. Уақыт өткеннен кейін астын суырып, суымыздың суығанын күтеміз. Суымыз суығаннан кейін майлықтарымызды алып, жақсылап жуып аламыз. Нәтижесін өздеріңіз көргендей, майлықтарымыздың майы кетіп, жақсы болып ағарды. Бізде 10 жыл бойы жуылмаған майлықтарымыз болатын, майы әбден сынып кеткен және де кетіру қиын болатын. Сіздерге лайфхак ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап отырыңыздар.